Бұл жерде біз халықаралық тамақ ішу этикасын айтып отырған жоқпыз. Мәселе адам артық салмақ жинамау үшін және денсаулығына зиян келмеу үшін қалай тамақ ішу керек, қалай тамақ ішкен дұрыс, сол мәселені талқылаймыз. Біріншіден, қазіргі заманда әркім өзінің ас үйінде телевизор қоятын бір мода шығарыпты. Тырнақшаның ішінде мода. Көбінде солай. Көп үйлерге барсаң, ас үйлерінде телевизор тұрады, телевизор қарап отырып, тамағын ішеді. Біріншіден. Екіншіден, қазір мына телефон деген бәле шықты, смартфон деген. Сонымен отырады, бұрын енді кітаппен отырады, енді газетпен отырады, енді әке-шешеміз айқайлап ұрсып жүретін еді, таста деп. Қазір смартфонмен отырады. Немесе әңгіме айтып отырады. Соның бәрі тамақ ішуге зиян тигізеді. Біріншіден, сен қанша тамақ ішкенін білмей қаласың, басқа нәрсеге алаңдап отырғанда. Екіншіден, қандай сен эмоционалды жағдайда отырсың, сол сен ішкен тамағыңды сіңіргенде, сол саған әсер етеді денсаулығыңа. Көтеріңкі күйде отырсаң, көтеріңкі әсер етеді. Түңіліп отырсаң, ол кері әсерін береді. Үшіншіден, қанша ішкеніңді білмей қаларсың. Төртіншіден, сен шайнамай тез-тез жұтып қоясың, байқамайсың да оны. Сондықтан тамақ асқазанға түскеннен кейін қорытылуы қиын болады. Әбден шайнап ішсең тамақты, ол жақсы қорытылады, жақсы сіңіреді ағзаң. Содан сенде артық май жиналмайды. Тағы бір мәселе, ол сен әбден шайнап ішкенде тамағыңды өте аз мөлшерде ішесің. Себебі тез тоясың. Асқазаннан миға мен тойдым деген белгі 20 минутта жүреді. Ол ғылыми дәлелденген нәрсе. Сен апыл-ғұпыл тек тез-тез шайнамай жұтып ішкенде сен асқазан тіпті үлгермейді де, оны айтуға да үлгермейді, белгілеуге де үлгермейді. Сондықтан сен 15-20 минуттың ішінде жарты қойдың салмағын тығып жібересің ғой ішкен. Әрине кішкене әзілдеп айтқанда. Сондықтан біріншіден тыныштықта отырып ішкен жақсы тамақты. Ең жақсысы, ең абзалы ол жалғыз отырып ішкен жақсы. Арасында былай отбасыңмен отырып, ойнап күліп, аптасына 1-2 рет отырса да болады ғой. Тіпті болмаса 1-2 күнде 1-3 күнде тіпті болмаса кешкі тамақта бәрі отырып, отбасы болып жиналып, әңгіме айтып отырып тамақ ішуге болады. Мысалы, қалған уақытта өзіңмен өзің отырып, жападан жалғыз, немесе біреумен отырсаң да үндемей, сол тек тамаққа шоғырланып, соны шайнап, әбден соған үңіліп, не істеп отырғаныңды сезініп отырып ішкен дұрыс болады тамақты. Сонда сен біріншіден аз ішесің, екіншіден жақсы қорытылады, үшіншіден ол жақсы кейіппен сіңіріледі ағзаңа, тыныштықта отырып ішкенде. Сондықтан осы жағын қадағалаған дұрыс болады. Арықтағысы келіп жүрген адамдарға да бұл құлақтарына алтын сырға, осы тамақ ішу мәдениетін өзгертіп-ақ, сен біраз нәрсені шешесің. Ол 1 күнде, 2 күнде шешілетін нәрсе емес, айлап, жылдап шешіледі, бірақ біртіндеп сен өзіңді өзгертесің. Қысқаша осы.